29 ретінде мен сізге муссон маусымы туралы түсіндіріп берейін. Муссон маусымы басталғанда әсіресе қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында теріміз кебе бастайды. Енді басты мәселе құрғақ терімен қалай күресеңіз. Әр адамда ылғалдандырғыш крем қолдану әдеті болуы керек. Неге ылғалдандырғыш керек? Ылғалдандырғыштардың құрамында керамиктер бар. Олар осы маусымда терідегі трансэпидермальды су жоғалуын болдырмайды. Сондықтан ылғалдандырғышты таңертең және кешке, яғни күніне 2 рет жуынғаннан кейін бірден жағу керек. Су тамшылары теріңізде болғанда, денемізді сүлгімен сүрткен соң бірнеше тамшы теріңізде қалсын. Ылғалдандырғышты жағыңыз, сонда креммен бірге теріңіздегі су да сақталады. Терімізді үнемі ылғалдандырып жүрміз. Ылғалдандырғышпен қатар суы мол жемістерді де жеңіз. Неге суы мол жемістер? Себебі суы мол жемістерде дәрумені көп, ол сіздің иммунитетіңізді жақсартады. Осылайша ауа райының өзгеруіне байланысты иммунитетіңіз де күшейеді. Бұл маусымда жиі кезетін вирустық инфекцияларға шалдығудан сақтайды және шаш пен теріңіздің жақсы болуына көмектеседі. Су. Мысалы, салмағы 50 адам күніне кемінде 2 литр су ішу керек және ұйқыға уақытында жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Түнгі сағат 10-ға дейін ұйықтауға тырысыңыз, себебі терінің циркадтық ырғағы деген ұғым бар. Ол таңертең және түнде жұмыс істейді. Түнде неғұрлым кеш ұйықтасаңыз, теріміздің циркадтық ырғағы бұзылады. Сондықтан шаш түсуі, тері бөртпелері және сізде генетикалық тұрғыда бейім барлық мәселелер дәл қазір белсендіріледі. Мысалы, сізде құрғақ теріге бейімген болса, соңғы бірнеше күнде ұйқыңыз дұрыс болмаса. Кенеттен теріңіз еш себепсіз құрғай бастайды. Бұл ұйқысыз түндеріңіз сол геннің белсендірілуіне себеп болды. Өйткені сіздің бойыңызда бұрын тыныш жатқан отбасылық ген бар. Ұйқысыз түндерден иммунитетіңіз төмендегенде, сол ген белсенді болып, теріңізде құрғақтық айқын көріне бастайды. Сондықтан жақсы тері мен шаш үшін өмір салтыңызға басымдық беріңіз. Дұрыс тамақтаныңыз. Тамақ рационыңызға жемістер мен жаңғақтарды қосып, уақытында ұйықтауды ұмытпаңыз.